Балаларға асыққан кезде жасап беретін 5-ақ минутта дайын болатын пиццаның рецептімен бөлісемін. Бізге ол үшін 2 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқамызды аламыз. Үстіне майонезімізді саламыз. 4 ас қасық майонез. Одан соң қаймағымызды саламыз. 4 ас қасық қаймақ. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды саламыз. Ұнымыз 9 ас қасық ұн. Барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Массамыз дәл видеодағыдай осындай қоймалжың болу керек. Одан кейін салмасын дайындаймыз. Салмасына өз қалауыңыз бойынша помидор, огурцы, сыр қоссаңыз болады. Одан кейін табағымызды майлап аламыз. Жаңағы дайын болған массамызды құйып, жан-жағына қасықпен осылай тегістеп шығамыз. Үстіне томатымызды салып, мен томат пен майонезді араластырдым. Тегістеп жағып шығамыз. Одан кейін салмасын салып 5 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің пиццамыз дайын. Видео ұнаса лайк қойып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта оңай әрі тез жасалатын рецепттерді салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, маған тіркеліп, каналыма белсенділік танытыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Ас болсын, сіздер жасап көріңіз.